Аса қамқор ерекше мейірімді, мәңгі тірі күллі мүлігі осында болған Раббым, Аллахым, біздің біліп істеген, білмей істеген, үлкенді болған, кішілі болған, әшкере болған, жасырын болған күнәларымызды өзіңнің ғафур, рахман, рахим сипаттарымен кешіргейсің. Я Раббым Алла, күнәларымыз ақыреттік, дүниелік бақытқа жетуімізде бізді тыйып қоюынан бір өзіңнен пана сұраймыз. Я Раббана Карим, асылында сен кешірушісің ғой, кешіргенді сүйесің ғой, олай болса біздің де күнәларымызды кешірші Раббым. Я Раббана Карим, бізге беріп жатқан сансыз нығметтеріңе дәл сондай сансыз шүкіршіліктер мен сансыз мадақтар болсын. Я Аллахым, біздің өмірлік қуатымызды арттырғайсың, пайдалы білім нәсіп еткейсің, білімдерімізге тұрақты түрде амал қылуымызда, амалдарымыз өз құзырыңда қабыл болған амалдардан болып жазылуын нәсіп еткейсің. Аллахым, тәубелерімізді қабыл болған тәубелерден қылып жазылуын, дұғаларымызды қабыл болған дұғалардан болып жазылуын нәсіп еткейсің. Я Аллахым, бізді жалқаулықтан, әлсіздіктен, нәпсі құмарлықпен, дүние құмарлықтан, уайым мен қайғыдан, араздықтан, қорқақтықтан, бөлінуден сақтағайсың. Я Аллахым, бір өзіңнен сұраймыз, бір өзіңнің есігіңді қағамыз. Я Раббана Карим, өзіңнің елшіңді сүйетін махаббат берші. Аллахым, өзіңе сүйікті болған істермен бізді шұғылдандырып қойып, бізге оны әбден жеткілікті қылшы. Аллахым, өзіңнен басқа ешкімге мұқтаж қылмашы. Я Аллахым, адал еткенің арқылы харамнан бізді сақташы. Я Раббана Карим, қол жайып сұрап отырған құлдарыңның жүрегінде жүрген қандай да бір мұқтаждықтары болса, сейілмеген бірде бір уайымын, өтелмеген бірде бір мұқтаждығын қалдырмашы Раббым. Я Раббана Карим, сапарда жүрген құлдарының сапарларын сәтті қылшы, кәсібі бар құлдардың кәсіптерін берекелі қылшы, ауырып өзіне шипа сұрап жатқан құлдарың болса, дерттеріне шипа берші Раббым. Я Аллахым, уақытымыздың, отбасыларымыздың берекесін берші. Я Раббана Карим, ата-аналарымыздың жүздерін екі дүниеде жарық еткейсің. Ұрпақтарымызды салихалы қылқайсың. Ұрпақтарымыз өзіңнің асыл дінде қызметте болатын, бір өзіңнің разылығыңды аңсайтын ғана құлдардан болуын нәсіп еткейсің. Я Аллахым, өзіңе қайтар күн, өзіңмен жүздесер күн, өміріміздегі ең бақытты, ең берекелі күн болуын нәсіп етші. Я Аллахым, өзіңе қайтар күні өзгенің алдында сөзден, істен, қаражаттан, қарыздан болудан сақташы. Я Аллахым, ақыретте өзіңнің сүйікті құлдарының қатарында тірілуімізді нәсіп етші. Я Аллахым, лайықсыз болсақ та пайғамбарымызбен алейхиссалату вассалам жүздесіп мүбәрак қолдарынан су ішіп бірге фирдаус а'ла жәннатына кіруімізді нәсіп етші. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллахумма салли аля Мухаммад ва алхамдулиллахи раббил